Аяқ шаршағанын басудың 5 әдісі. Сәлеметсіздер. Алдарыңызда пайдалы кеңес арнасы. Видеомды көрместен бұрын лайк басып, арнама тіркеліп, пікір қалдыруларыңызды сұранамын. Егер күні бойы екі аяқта тұрсаңыз, кешкісін аяғыңыз қатты шаршап, жағымсыздық сезесіз. Әсіресе жазда ол ушыға түседі. Себебі қан тұрып қалады, ауырлық сезімі мен ісіну пайда болады. Аяғыңыз дуылдап тұрса, төмендегі әдістерді байқап көріңіз. Бірінші, массаж. Аяқ шаршаған басудың ең тиімді әдісі оған массаж жасау. Бұл кезде кәсіби маманға бару міндетті емес. Табаныңыз бен башпайларыңызды 10-15 минут бойы уқалап отыру жеткілікті. Қанмен қамтамасыз етуді іске қосу үшін массажды өкшеден бастаңыз. Содан соң біртіндеп башпай ұштарына қарай қозғалыңыз. Алақаныңыз терде сырғанап тұру үшін ылғалдандырушы крем немесе эфир майын пайдаланыңыз. Қарама-қарсы ванна. Температуралар өзгерісі қан айналымына жағымды әсер етіп, сауықтырушы әсер береді. Аяқ салуға болатын 2 леген алып, біреуіне жылы су, екіншісіне бірнеше мұз текшесі бар салқын су құйыңыз. Аяқты 2 легенге кезекпен-кезек 10-15 минуттап салыңыз. Процедураны 15 рет қайталап, салқын сумен аяқтаңыз. Содан соң аяқты құрғатып, құрамында ментолы бар немесе салқындатушы компоненті бар крем жағып қойыңыз. Үшінші, мұз. Егер қарама-қарсы ванна жасағанды ұнатпасаңыз, аяқтағы ауырлықты мұздың көмегімен кетірсеңіз болады. Мұздатқыштан 1 текше мұзды алып, жұмсақ қозғалыстармен табаныңыз бен балтырыңызды сүртіңіз. Бір орында ұстап тұрмаңыз, үнемі қозғап отырыңыз. Мұзбен сүртуге 3-5 минут жеткілікті болады. Содан соң аяғыңызды жоғары көтеріп жатыңыз. Бірақ егер сізде тұмау белгілері болса, бұл процедураны жасауға кеңес бермеймін. Процедураның әсерін күшейту үшін қарапайым мұзбен емес, косметикалық мұзбен сүртуге болады. Косметикалық мұз жайлы мына жерден оқыңыз. Төртінші, жаттығу. Үйге келген бойда тез жатқыңыз келіп тұрса, диванға құлауға асықпаңыз. Шаршағандықты басу үшін бірнеше жеңіл физикалық жаттығу жасаған дұрыс. Отырып, башпайларды бірнеше рет жинап, ашыңыз. Содан соң орныңыздан тұрып, аяқтың ұшына 10 рет тұрып түсіңіз. Сондай-ақ аяққа велосипед жаттығуы да өте пайдалы. Жалаң аяқ жүру. Ұсақ тастардың бетімен, құмның және шөптің үстімен жалаң аяқ жүру табандағы жүйке ұштарын ынталандырып, аяқтағы ауырлық пен ісінуден арылуға көмек мол. Үйдің ішінде жалаң аяқ кішкене жүріңіз. Егер массаждық кілемше болса, тіптен жақсы. Менің оқырмандарым, сіздің де аяғыңыз осылай шаршауды сезінсе, осылай 5 әдіспен сізде жасап көргеніңізге кеңес беремін. Ендеше менің видеом сізге ұнап жатқан болса, лайкыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі кездескенше.